Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздерге естіліп көрініп тұрған болса, кері байланыс жасап жіберсеңіздер. Көрініп тұр дейді, дауыс естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз ба? Жақсы, так. Бізде Мақсат Есенбекұлы бар, Жадыра Қайсанқызы. Айгүл Бабабекқызы бар ма екен? Сәлеметсіз, Тамара Өтегенова, қалыңыз қалай? Сіздің микрофоныңыз қосылмапты. Сәлеметсіз бе? Жақсы, жақсы. Естіліп тұр бәрі де. Өзіңізді көргеніме қуаныштымын. Жақсы, Жақсы, бәрімізде. рахмет. Енді онда уақытты созбай бастай берейік. Бүгінгі біздің республикалық семинарымызды бастамас бұрын алдымен өзімді таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Ноғайбекова Бақытгүл Саматқызы, степ бай степ қоғамдық қорының директоры болып табыламын. Бүгінгі біздің семинарымыздың тақырыбы табиғат аясындағы ұлттық тәрбие, жазғы ойындар мен тәжірибелік идеялар. Бұл семинарды біз жалпы не үшін ұйымдастырып жатырмыз? Себебі бізде жаз мезгілі келді. Жаз мезгілінде бізде жыл бойында біздер үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын балаларға толықтай игерту керек, мониторингтік деңгейлерді жоғары көтеруіміз керек деп сол бағытта жұмыс жасайтын болсақ, жаз мезгілі бұл еркіндік кезеңі деп те айтуға болады. Бұл кезеңде бізде педагогтар да, балалар да еркін, жақсы тақырыптарды таңдап, мерекелік көңіл күйде жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар. Енді осы кезеңде біз осы жаз мезгілінде біздер жыл бойында белгілі бір ертеңгіліктер бар, жоспарлар бар, сол жоспарларды жүзеге асыруға көбірек көңіл бөлетін болсақ, жаз мезгілінде балалардың тәрбиесіне көбірек көңіл бөлу керек деп ойлаймын, және осы тәрбиенің ішінде ұлттық тәрбиеге көбірек көңіл бөлсек тіптен жақсы болады деген мақсатта бүгінгі спикерлерімізді шақырған болатынбыз. Осы бағытта бізде Мақсат Есенбекұлы Бескене ойындары туралы бізге жақсы ақпараттар беретін болады. Жалпы бестемше ойыны арқылы Мақсат Есенбекұлымен танысқан болатынмын. Бестемше ойынын әлі де танымайтын, білмейтін кісілер бар екен. Сол үшін де тағы да қайталап айтып өтсек, оны да қосып айтып өтсеңіз тіптен жақсы болады деген ойдамын. Және Бескене ойындары бұл жерде осы біздің ұлттық ойындарымыздың басқа да тек осы бірнеше өзіміз білетін ойындардан бөлек қазіргі құралдармен бірге жабдықталған ойындарды Мақсат Есенбекұлы таныстыратын болады. Енді осы жаз мезгілінде табиғатта жүргендіктен біздер қазіргі таңда жаз мезгілі балалардың таза ауада еркін ойнауына мүмкіндіктерді жақсы беріп отыр. Осы бағытта бізде Жадыра Қайсанқызы спикеріміз менімен бірге Стамбулға курсқа барған болатын. Сол жерде тәжірибе алмасуда табиғат педагогикасы, орманда ойын технологиясын ұнатып, өзінің Семей қаласына 2024 жылы Түркиядан әріптестерімізді шақырып, Қазақстанда ең алғашқы болып оқып алып, бір жыл тәжірибеде жүзеге асырған маманымыз. Осы кісі өзінің жұмыстарымен, яғни мынау жаз мезгілінде біздер орманда ойын дегенде тек қана орманда емес, яғни табиғаттағы ойындар туралы айтатын болады. Неге бұл кісі бұл орманда ойын табиғат педагогикасына қызықты? Себебі Семейде ормандар бар. Осы орман біздің табиғатымызға жақын екен, біз осыны бастайық деп бірінші болып бастап кеткен кісілердің бірі. Сіздерге өзінің бір жыл бойғы жасаған жұмыстарымен бөлісетін болады. Сіздер де сол кісінің жасаған жұмыстарына қарап отырып, өз тәжірибелеріңізге осы жаз мезгілінде қолдануларыңызға болады.
Сонымен қатар біздің үшінші спикеріміз Айгүл Бабабекқызы. Айгүл Бабабекқызы Шымкент қаласындағы ұлттық сауықтыру балабақшасының меңгерушісі. Бұл кісі Шабандоз авторлық бағдарламасын таныстырады. Егер бұған дейінгі семинарларымызға қатысқан болсаңыздар, сіздер мүмкін білетін де шығарсыздар. Айгүл Бабабекқызының Шабандоз технологиясын мен үнемі айтып жүремін, жүрген жерім барлығында мүмкіндігі болғанша қолдануға ұсыныс айтамын. Себебі қазіргі таңда біздің жалпы халық көбісі атқа міну дәстүрін негізінде ұмытып кетіп жатыр. Атқа мінетін адамдар аз деп айтуға болады. Енді қазіргі мына жасөспірімдер, балалар, олар тіптен атты көрмейді деуге де болады. Өйткені қалалық жерде, әсіресе қалада тұратын балалар аттың не екенін, оған қалай міну керек, оған қалай күтім жасау керек, онымен қалай қарым-қатынас жасау керектігін тіптен білмейді. Мен өзімнің тәжірибемде болған, мектеп оқитын өзімнің балаларымды, туыстарымыздың балаларымен бірге ипподромға алып барған кезімізде балалар атқа отыру үшін аяқты қарғып салып отыруды білмей, велосипедке отырғанда аяқтарын көтеріп, сосын оны түсіріп отырып жатыр. Соны көргеннен кейін, бұл үлкен мәселе екен. Бұны кішкентай кезінен бастап балаға атқа отыруды, аттың қазақтың өміріндегі маңыздылығы туралы, жалпы атқа отыру ол өзі иппотерапия деп, жалпы денсаулыққа да пайдасы бар екенін қазір көп адам біледі. Сол үшін біз осы Шабандоз технологиясы арқылы балаларды кішкентай кезінен бастап атқа деген сүйіспеншілікті тәрбиелей алатынымызды, және балалар егерде соны кішкентай кезінен көріп атқа деген ойыншық болса да соған қызығушылық танытатын болса, есейген кезінде немесе өмірінде ол шынайы атты кездестіретін болса, міндетті түрде сол атпен жаңағыдай атқа қарым-қатынас жасап, атпен жұмыс жасауға, атқа мінуге үйренетін болады деген ойдамын. Енді бізде жалпы семинарымызда мен 3 бөлікке бөліп отырмын. Бірінші бөлімде мен өзім кішігірім осы жазғы сауықтыру кезеңінің ерекшеліктері туралы ақпарат беріп өтетін боламын. Одан кейін бізде Мақсат Есенбекұлы өзінің ақпараттарымен бөліседі, және де егерде бізде осы уақыт шектеулі ғой, білесіздер, осы екі спикерден кейін егер уақыт шектеулі болып бітіп қалатын болса, онда біз екінші бөлімді бастаймыз. Екінші бөлімде бізде Жадыра Қайсанқызы және Айгүл Бабабекқызы сөз сөйлейтін болады. Арасында 5 минут үзіліс болады, себебі біз осы семинардың сақталып қалып, сосын қайталап көруге мүмкіндігін жасауымыз керек. Сол үшін азғантай уақытында бөліп алған бізге ыңғайлы болып тұр. Және үшінші бөлімде бізде ашық микрофон болады. Ол кезде біздің осы семинарға қатысушыларымыздың өздері де біздер өзіміздің жұмыс тәжірибемізден бөлсек деген ойлары бар екен. Сол өздерінің жұмыстарымен де бөлісетін болады және спикерлерімізге сұрақ қоятын болады. Енді рұқсат болса, ары қарай бастай берейік. Семинарымызды ашық деп жариялаймыз. Жалпы жаз мезгіліндегі кезеңде біздер міндетті түрде стандарт, үлгілік оқу бағдарламасы және жаз мезгіліндегі жазғы сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдарды негізге алып жұмыс жасаймыз. Осы біздің негізгі құжатымызбен қатар тәрбие мен оқытуды жүзеге асыруға әртүрлі технологияларды пайдалана аламыз. Бізде биылғы оқу жылының ерекшелігінде, сіздер естеріңізде болса, 24-25 оқу жылында бізде қауіпсіз және жайлы орта құруға көбірек көңіл бөлу керектігі туралы айтылған болатын, арнайы әдістемелік ұсыным дайындалған болатын, және осы оқу жылының басында бізде тақырыптық жоспарлар берді. Қауіпсіз және жайлы ортаға. Мынау кестеге назар аударатын болсаңыздар, осы кестеде бізде 10 тақырып берілген. Яғни 9 ай бізде 9 айға оқу жылына кететін болса, 10-шы айымыз бұл бізде осы маусым айына тура келіп тұр. Табиғаттағы қауіпсіздік, яғни бұл жерде 4 жастағы және 5 жастағы балаларымыз ересек мектеп алды топтағы балаларға арналған қауіпсіздік тақырыбындағы сіздерге берілген тақырыптар. Осы тақырыптар бойынша сіздер балаларға ақпарат берулеріңіз қажет. Ал енді осы табиғаттағы қауіпсіздік негіздері туралы ақпаратты қайдан аламыз? Оны қайдан айтып түсіндіруіміз керек, нақты не үйретуіміз керек дейтін болсаңыздар, бұл жерде сіздерге үлгілік оқу бағдарламасы көмекке келеді. Үлгілік оқу бағдарламасының қоршаған ортамен таныстыру бөлімін қарайтын болсаңыздар, сол жерде
осы қауіпсіздік негіздері, табиғаттағы қауіпсіздік негіздері бойынша балаға не үйрету керектігі туралы жазылған. Соны ашып, қарап, тәрбиешілер циклограммаларында соны көрсетіп, балаларға тақырып бір айдың ішінде қайталап, осы тақырыптарды табиғаттағы қауіпсіздік бойынша ақпараттар беріп отыру керек. Жаз мезгілінде бізде мерекелерді ұйымдастыру, өзіміз білетін оқу жылының басынан соңына дейін біздер егерде жаңағы жаңа жыл, наурыз мерекесі, тағы да басқа мемлекеттік мерекелерді тойлайтын болсақ, жаз кезінде бізде әрбір күн мереке болуы керек. Және ол мерекелер біздің үйреніп қалған ертеңгілік форматында емес, ол квест, жоба, байқау, қолөнер, жарыстар, көрме, сахналық қойылым, фестиваль, концерт түрінде өткізілуі керек. Және бұл туралы әдістемелік ұсынымда да жазылған болатын. Осы жерде мен атап өткім келеді, біз осы 2024 жылдың ақпан айында Дубайға тәжірибе алмасуға барған болатынбыз. Сол кезде біз барған мектеп балабақшаның директорының сөзінде ол былай айтады: біздің мектеп пен балабақша ол бақыт мекені болуы керек дейді. Және біз әр баланың осы мектепке, балабақшаға келген кезінде бақытты болу үшін бар жағдайды жасауға тырысамыз дейді. Яғни балалар балабақшаға бармаймын, мектепке бармаймын деп бізде балалар солай жылап барғысы келмей жатады ғой, кейде, барлық жағдайда емес, кейбір жағдайларда. Біздің негізгі мақсатымыз дейді, керісінше бала балабақшада, мектепте өзін бақытты сезініп, осы мекенге қайта оралуға қуанып тұру керек, асығып тұру керек деген өздерінің сондай девиздері бар екен. Міне соны сіздерге де ұсынамын. Яғни ең жоқ дегенде жаз мезгілінде балаларды енді оқу жылында, әсіресе мектепалды топтарда, мектепалды сыныптарда бізде қинап мектепке дайындалу керек, бірінші сыныпқа бару керек, әріп үйрену керек, есеп шығару керек деп көбірек көңіл бөлетін болса, жаз мезгілінде әрбір күнін мерекеге айландыруымыз керек. Және тек қана өзіміз ұйымдастыра бермей, міндетті түрде ата-аналарды қатысуға шақыруымыз керек. Және ата-аналардың идеялары бойынша өткізуге жағдайлар жасауымыз керек. Біздер мысалы жыл бойындағы мерекелік ертеңгіліктерде бізде арнайы ұсынымдар беріледі, осындай тақырыптар болу керек, осы шеңберде өту керек деп айтылатын болса, жаз мезгілінде ата-аналардың идеясын жүзеге асыруға тырысуларыңыз керек. Енді осы бағытта бізде балаларды ерте дамыту институты мектепке дейінгі ұйымдар жағдайында іс-шараларды өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеп қойған. Сол әдістемелік ұсынымдармен қосымша танысып шықсаңыздар тіптен жақсы болады. Енді келесі біздің биылғы оқу жылының ерекшелігі бұл экологиялық білім беру және экологиялық мәдениет. Біздің Қазақстанның табиғаты өте бай, әрбір өңір өзінің табиғи ерекшеліктері бар, өзінің табиғатымен мақтана алады. Біздер мысалы Таиландқа барып, жаңағы суларды көріп, жаңағы сарқырамаларды көріп, табиғатына тамсанатын болсақ, біздің шығыс Қазақстанымыздың бүкіл табиғаты Таиландтың табиғатынан да асып түседі. Мысалы, Дубайға барып, біз құм төбелерді көретін болсақ, Алматы облысында, біздің орталық Қазақстанда сондай құмды мекендер бар. Теңізге баратын болсақ, біздің Каспий теңізіміздің өзі кез келген теңізден кем түспейді. Қайбір өңірді алатын болсақ та өзінің табиғи ерекшеліктері бар, мақтанатындай. Міне сол табиғи ерекшеліктерімізді тек қана мақтанып қана қоймай, кішкентай кезінен балалардың бойына сол табиғатқа қамқорлық дағдысын меңгертуіміз керек. Ол қамқорлық дағдысын меңгерту үшін біз экологиялық мәдениетін балаларда арттыруымыз керек. Ал экологиялық мәдениет негіздері бұл қалдықтарды қайта өңдеу, табиғатты бақылау, ресурстарды үнемдеу, экологиялық жобалар. Ресурстарды үнемдеу деген кезінде бізде мынау энергия көзін, су көздерін үнемдеу, тамақ қалдықтарын үнемдеу деген дүниелерді жүзеге асыруымыз керек. Бірақ та біз оған көп жағдайда біздің балабақшаларда біз оларды сурет түрінде, слайд түрінде көрсетіп, балаларға осындай деп ақпарат береміз да, тәжірибеде қолдануға мүмкіндік бермей жатамыз. Міне осы кезде мен сіздерге өзімнің көрген тәжірибем бойынша бөліскім келеді. Түркияға барған кезінде Стамбул қаласында ферма балабақша деген мемлекеттік балабақша бар екен. Сол балабақшада бір әдіс ұнады маған. Бұл жаз мезгілінде бізде
мынау батыс өңірінде барған кезінде көп айтып жатады, бізде су жоқ деп. Сол суды қалай үнемді пайдалану керек. Көктемде бізде жаңбыр өте көп жауады, иә. Сол жаңбырдан жаңа бізде суағарлар арқылы олар жерге біз түсіріп қоямыз, иә. Сол суағарлар арқылы сол балабақшаның артқы жағына үлкен жаңа бочка қойып қойған екен. Сол бөшкеге балабақшаның шатырына жауған су суағарлар арқылы бөшкеге жиналады екен. Ол көктем бойы жиналып су толады екен. Сосын оның бетін жауып қояды, әрине. Оны ішуге пайдаланбайды, бірақ та сол бочкадан жаңағы шланга арқылы балабақшаның огорода дейміз ғой, яғни егістік алқабына ескек арқылы су шығатын, жердің астынан су шығатын ескек арқылы есетін крандар бар ғой, суағарлар, соларды жасап қойған екен. Сонда ар жақта негізі суды ағызып қоямыз дейді, бірақ балалар ана ескекті есу арқылы сонда суды өздері шығарып жатқандай сезімде болады дейді, бірақ ол шынайы табиғи су дейді. Сол сулар арқылы балалар өздерінің көктемде отырғызған өсімдіктері, яғни гүлдері бар, жемістері бар, көкөністері бар, соларды суғарады дейді. Яғни міне көрдіңіздер ме, суды үнемдеу сол бағытында пайдаланады екен. Және балалардың жейтін көкөністері, жемістері, олардың қалдықтарын мүлдем жаңағыдай лақтырып тастамайды екен біздегідей. Олар қыстың күндері топыраққа тастап қара шірік пайда жасайтын болса, жаздың күндері арнайы ыдыстарды дайындап, сол жерлерге ыдыстарға ол жерде кәдімгі ваннаны пайдаланады екен. Біздер үйлерде пайдаланатын ванна бар ғой, сол ваннаның ішіне бүкіл жаңағы көкөністерден, жемістерден қалған қалдықтарды жинап, соның үстіне су құйып қояды екен. Оны бірнеше күннен кейін кәдімгі ваннаның астынан су ағып кетеді ғой, сол жерге сәл биіктей қойып, шелектерді қойып, сол жердегі суды ағызып алып, сол өсімдіктерге құяды екен. Яғни ол табиғи тыңайтқыштар деп айтып жатады. Міне сол табиғи өнім алу үшін міне осындай жаз мезгілінде жасап жатыр әдістерді. Міне ол да біздің қолымыздан келетін дүние, бірақ та біз көп десе ондайға мән бере бермейміз. Кәдімгі суды ағызып, жаңағы таза адам ішетін суларды біз сондайға пайдаланып жатамыз. Міне осындай әдістерді балаларға үйретуге болады. Келесі бізде дамытушы орта. Кешірім сұраймын. Тұр ма? Менде бір сұрақ бар. Жаңа алдыңғы слайдта, құрметті әріптестер, қайырлы күн. Мен есімім Жадыра Қайсанқызы. Жаңа слайд бойынша менде бір сұрақ болып тұр. Сіз және проект ұсынып отырсыз ғой, балабақшаның деп, иә? Мына жерде көрсетіліп тұр ғой слайдта. Сол балабақшаның проектісі ма сол жақтағы? Дубайда деп айттыңыз ғой. Мына фотодағы ма? Жоқ. Бұл интернеттен алынған, бірақтан ол балабақша туралы қосымша ақпарат керек болса, маған Жадыра Қайсанқызы жеке жазсаңыз болады, немесе өзіңіз барып көруге мүмкіндігіңіз бар. Біздер бұйыртса Дубайға желтоқсан айында барамыз деп жоспарлап отырмыз. Барып өз көзіңізбен көрсеңіз болады. Рахмет. Түркияға да бардыңыз, егер де тағы да бір баруға, бізбен бірге баруға болатын мүмкіндік болса, сол ферма балабақшаға барып көруге болады. Олар кәдімгідей сол жобаны жасап бізге көрсеткен. Біз енді кішкене осында пайдаланасыңдар ма деген сияқты ойда болдық, бірақ та ол кеңінен келіп қарайтын болсақ, ол шынайы жаңағы балаларға экологиялық мәдениет қой. Біздер экология десе барып неге құстарға ұя салу, немесе қоқыстарды тазалау деген сияқты көз алдыңызға елестейді ғой. Немесе жаңағы жасыл балабақша деп тек өсімдіктерді өсіріп қойып, оған кәдімгі суды пайдаланған өзінде сол жаңа табиғи суларды пайдалану жолдарында ұсынуға болады. Рахмет сұрағыңызға. Егер мүмкіндік болса, негізі сұрақтарды біз соңынан ашық микрофон кезінде қойсақ дұрыс болар еді, иә? Сонда басқа кісілердің жаңағы несін, уақытын бөлмей, иә? Ары қарай, дамытушы орта, бізде дамытушы орта бойынша 3 жылдан бері айтып келе жатыр, бірақ дамытушы орта дегенде әркім әртүрлі түсініп, әртүрлі жасап жатыр. Енді осы жерде ұлттық құндылықтарға мен көбірек көңіл бөлгім келеді. Мүмкіндігі болғанша топтарыңызда ұлттық бағытта жасайтын болсаңыздар, осы жерде
Айгүл Бабабекқызының балабақшасы туралы айтып өткім келеді. Айгүл Бабабекқызының балабақшасында, жаңа айттық қой, ұлттық сауықтыру балабақшасы деп, балабақшаның ауласындағы беседка деп айтамыз ғой сіздер, балалардың әрбір топтың өзінің алаңшалары. Сол алаңшалардың өзін ауыл ретінде жасаған, мысалы Абай ауылы, Мағжанның ауылы деген сияқты әртүрлі осы ұлы тұлғалардың атауына беріп, сол ауылды, сол алаңшаны, сол Абайдың мысалы ауылы болса, абай тануға қатысты заттары бар, көрнекіліктері бар, балалар сол үнемі көз алдында соны көруге мүмкіндіктері бар. Мұны соны да сіздерге ескеріп, сол бойынша да жұмыс жасасаңыздар деген ойдамын. Әне жаз мезгілінде тек қана біздер үнемі топта жасау керек, дамытушы орталықтар деп айтып жатамыз ғой, соны балабақшаның ауласында да жасауға болады. Және осы дамытушы орталықтарды жасау бойынша Жадыра Қайсанқызы да бізге өзінің балабақшасындағы жұмыстарымен бөлісетін болады. Ал ары қарай енді жазғы кезеңдегі меңгеруші мен әдіскердің міндеттері туралы айтып өткім келеді. Бізде меңгеруші негізінен осы бүкіл балабақшаның материалдық базасына да, қаржылық жағынан да көңіл бөлетін болғандықтан, балабақшаның ауласын жазғы сауықтыру кезеңге дайындайды, балабақшаның жазғы сауықтыру кезеңінің жоспарын бекітеді, педагогтардың қызметкерлердің жұмыстарын үйлестіріп жасайтын болады. Ал әдіскер болса, бірге жасалынатын ұжымдық іс-шараларды жоспарлайды. Жазғы сауықтыру кезеңінде болатын іс-шаралармен ата-аналарға, педагогтарға ақпараттар ұсынатын болады, және топтардағы білім беру үрдісін бақылайтын қызметті атқарады. Осы бөлімде біз сіздерге қосымша ақпарат береміз деп айтқан болатынбыз, яғни электронды түрде жазғы сауықтыру кезеңіне арналған мектепке дейінгі ұйымның жоспарын, күн тәртібін сіздерге электронды түрде береміз деп айтқанбыз. Оны сіздерге WhatsApp-та қосымша тағы да беретін боламыз. Ал тәрбиеші мен тәрбиешінің көмекшісінің іс-әрекетіне келетін болсақ, міндеттерінде бұл жерде бізде көп жағдайда балабақшаның тәрбиешінің көмекшілері бұл өздерін тек еден жуатын, ыдыс жуатын, топты тазалайтын қызметкерлер сияқты сезінеді, бірақ бұл жерде атауға мән берейік, тәрбиешінің көмекшісі деп аталып отыр. Бізде осы семинарға меңгерушілер, әдіскерлер қатысып отырған болса, міндетті түрде сіздер осыны педагогтарыңызға және тәрбиешінің көмекшілеріне түсіндіріп айтуларыңыз керек. Тәрбиеші көмекшісі үнемі тәрбиешімен бірге жүру керек. Серуенге шыға ма, бірге қасында болу керек. Ойындар ұйымдастыра ма, бірге жүру керек. Іс-шаралар өткізе ма, міндетті түрде қасында бірге жүру керек. Және өз кезегінде тәрбиеші де түсте балалар ұйықтаған кезінде тәрбиеші көмекшісінің жасалмай жатқан жұмыстарына көмектесіп отыратын болса, екеуінің арасында сенікі, менікі деген бөлісіп, мен жасамаймын, сен жаса деген сияқты таласулар болмайды деген ойдамын. Ал енді тәрбиешінің жұмыстарын жақсы дұрыс ұйымдастыру бойынша, өздеріңіз білетіндей, біздің орталықта жаз мезгіліне арналған арнайы журналдарымыз бар. Ол туралы да қосымша сіздерге ақпараттар беретін боламыз. Электронды түрде де тәрбиешінің перспективасын, циклограммасын алуға болады. Біздер өзіміздің әдістемелік орталық болғандықтан, бағанағы айтылып өткен экологиялық тәрбие, жасыл балабақша бойынша, қауіпсіздік тақырыптары бойынша барлық ақпараттарды циклограммаларға міндетті түрде қосып жазып отырмыз. Енді ары қарай жаз мезгіліндегі күн тәртібіне келетін болсақ, жаз мезгілінде күн тәртібі бағана басында айтып өткен әдістемелік ұсынымдардың негізінде жасалынады. Күн тәртібінің де үлгілерін сіздерге электронды түрде беретін боламыз. Жазғы кезеңде бізде сауықтыру шаралары жүргізіледі. Жазғы кезең өзі атау айтып отырғанда, жазғы сауықтыру кезеңдері. Фитосауықтыру, сауықтыру шығындары мен сусындары, суда жасалынатын жаттығулар жиынтығы, сауықтыру шаралары немесе жаттығулары. Осы кезде сіздерге сұрақ қойғым келеді. Осы фитосауықтыру дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Фитосауықтыру деген не? Сауықтыру шығындарымен, сусындарымен шатастырмаңыздар, өйткені ол бөлек тақырып болып беріліп тұр. Фитосауықтыру дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Әріптестер, кері байланыс жасап жіберсек. Денсаулық арқылы ма? Физикалық тұрғыдан дамыту? Физикалық жаттығулар, олар бөлек беріліп тұр. Жарайды?
Басқа ойларыңыз жоқ па, басқа әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Фитосауықтыру бұл дәрісіз сауықтыру. Барлық аурулардың емі бұл бау-бақша, иә. Қарағай, қайын, емен, шырын, шетен ағаштарын отырғызу. Егер ағаш отырғызып, оны өсіру ұзақ дейтін болсаңыздар, ең жоқ деген кезде сіздер балабақшаның ауласына жалбыз бен базилик шөптерін отырғызып қойсаңыздар болады. Оны мына балабақшаның алаңшалары болады ғой, соны айландыра отырғызып қойсаңыздар, ең жоқ дегенде горшоктарға отырғызып қойсаңыздар, гүлдердің, сонда оларға қатты күтім қажет жоқ. Балалар әрі су құйып үйренеді. Сол жалбыздарды күнделікті балалар жаздың кезінде өте көп су ішеді. Сол сулардың ішіне сол шөптерді салып қоятын болсаңыздар, балалардың денсаулығына өте пайдалы болады. Яғни осы жерде фитосауықтыру мен сауықтыру шырындарын сіздер қосуларыңызға болады. Енді бұл жерде мен сіздерге ұсынып отырған тізімдер бойынша мен сіздерге балабақшада балаларды сауықтыру шаралары деген арнайы әдістемелік ұсынымды электронды түрде беретін боламын. Соның ішінде осы сауықтыру шараларының барлығының рецептісі деп айтамыз ғой, яғни мәзірі берілген. Соған қарап өздеріңіздің асханадағы мамандарыңызға беріп, сол бойынша дайындатуларыңызға болады. Сауықтыру шаралары немесе жаттығулары, бұл жерде де сіздерге арнайы жаттығулардың үлгілері және сауықтыру шаралары, мысалы Уманскийдің нүктелі үгуі, нүктелі массаж деймізді, қай жерге қалай жасаймыз деген кезінде бәрі шатасып қалады. Мында жасайтын еді, мында жасайтын бет, құлақтың артына мет, алдына мет деген сияқты сұрақтар қойып, қай жерге жасау керектігін кейде білмей жатамыз. Міне соның барлығы қай аймаққа, қай жерге жасау керектігі фотоларымен бізде сауықтыру шаралары деген кітап бар. Соны мен сіздерге осы семинардан соң ұсынатын боламын. Мүсіннің бұзылуының алдын алу, яғни бізде қазір көп балалар телефонды қарайды, телефонды қарап отырып, бастары деген былай мойындары бүгіліп қалған деп айтуға болады. Міне сол омыртқа, осыдан бастап омыртқалары қисаяды, олар ертең мектепке барғанда қисық отыратын болады, дұрыс отырмайды. Міне соның барлығына сіздер әртүрлі жаттығулар берілген. Осы жаттығуларды таза ауада балалармен жаз мезгілінде 3 ай жасайтын болсаңыздар, көп пайдасы тиеді деген ойдамын. Сонымен қатар суға түсіресіздер, суға түскен кезінде де суда жасалынатын әртүрлі жаттығулар бар. Осындай фотолармен сіздерге берілген. Осы әдістемелік ұсынымдар арқылы көп сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, соңында ашық микрофон кезінде қойсаңыздар болады. Рахмет. Енді осымен менің баяндамам аяқталды. Ары қарай сөз кезегін Мақсат Есенбекұлы сізге береміз. Біздің шақыруымызды қабыл алып, осы семинарға қатысып отырғаныңызға алғыс білдіремін. Саламатсыздар ма? Мен қазір онда слайдымды қосайын. Қосылды ма слайдым? Ашылайын деп жатыр. Ашылды. Көрініп тұр. Бақытты саламатсыздар. Конференцияға шақырғаныңызға рахмет. Мен Мақсат Есенбекұлы Шоқаев, Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының бас хатшысымын. Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушымын, филология ғылымының кандидатымын. Ұлттық спорт пен ғылымды бірлесіп дамытып жүрген қазақтың бір қарапайым азаматымын деп қояйын. Жалпы бүгінгі менің баяндамам Бескеней ойындарына арналады. Жалпы кеней дегеніміз не? Кеней дегеніміз бұл асықтың қарапайым түрі. Бүгін мен сіздерге 7 ойынды үйретемін, енді уақыт болып жатыр, барлық туралы қысқаша айтып өтейін. Жалпы бұл жоба 2023 жылдан бастап қолға алынды. 2023 жыл Қызылорда қаласында өткен тамыз конференциясында мен сол жерде вице-министрге сұрақ қойдым. Сұрағым, мынау қазіргі кезде балабақшаларда асық ойындары әр балабақшада әртүрлі ойнатылып жатыр. Неге осыларды біз бір жүйеге түсірмеске? Содан ол жерде менің сұрағыма енді жауап берілді, бірақ ол тақырып бойынша ешкім айналысқан жоқ. Сосын біз Астана қаласының асық федерациясымен бірлесе отырып, Ескендір Рахметов, Жасұлан Әділбаев, Балмира Бекбосынова төртеуміз және бірнеше тағы да жанашыр топтармен Бескеней жобасын қолға алдық. Сөйтіп 2023 жылдың қыркүйек айынан бастап Астана қаласындағы
ұлттық және ғылыми практикалық орталықтың қолдауымен осы жобаны жүзеге асыра бастадық. Және де сол кезде біз Қазақстанның әр қаласынан келген дене шынықтыру нұсқаушыларына мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының осы бескеней жобасын үйретіп отырдық. Жалпы бескеней жобасында қандай ойындар бар? Міне біз соларға тоқталып өтейік. Ең бірінші бесатар ойыны. Бұл өзі 7 ойыннан тұрады. Бұл ойындар негізінен балабақшадағы бүлдіршіндердің психологиясына, қабілетіне, когнитивті ерекшеліктеріне арналып жасалған ойындар. Жалпы асық ойындар қазірде өте кең көлемде белсенді түрде дамып келе жатыр. Сондықтан біз бұл жерде мектепте, университеттерде немесе кәсіби шебер түрде айналысатындардан бөлек, осы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының балабақшаларда, және ақылы орталықтарда болсын, сондай орталықтарда ойнатылатын ойындардың жобасын жасадық. Міне, кеней деген сөз асықтың қарапайым түрі. Жалпы енді мына бірінші ойынымыз бесатар ойыны деп аталады. Бесатар ойынында арнайы баннер жасалынған. Осы баннерде 5 шеңбер болады. Шеңбердің ортасына 5 асықты тігіп қоямыз дағы 1 метр жерден атамыз. Биылғы жылы Астана қаласында осы бескеней ойындарының спартакиадасы болды. Кішкентай ұлдар бесатар және қалашық ойынынан жарысты. Қыздар зерек және шертпек ойынынан жарысып, өте бір Астана дарыны керемет бір іс-шара өткізді. Міне осы жерде де 5 асықты ортаға қоямыз. Және бірінші атушы қолына 5 асықты алып, ретімен сол 5 асықты көздеп атады. Сонда егер асықтар сарыға түссе 1 ұпай, жасылға түссе 2 ұпай, қызылға түссе 3 ұпай, көкке түссе 4 ұпай, қоңырға түссе 5 ұпай болады. Бір атқан кезде бір ойыншы 25 ұпай жинай алады. Яғни 5 рет атқан кезде 5 асықты дәлдеп бәрін қоңырға немесе оның сыртына шығарып берсе, 5 ұпайды 5-ке көбейтсек 25 ұпай алады. Міне бұл бесатар ойыны. Енді келесі біздің ойынымыз қалашық ойыны. Қалашық ойыны аты айтып айтқандай, асықтар қаланады. Қалай қаланады? Бұл жерде 3 шеңбер болады. Бірінші шеңбер сары шеңберге 9 асық, төменге 4 асық, оның үстіне 3 асық және жоғарыға 2 асық 3 қатармен қаланады. Сөйтіп бірде 30 сантиметр жерден атады. Сонда атқан кезінде 3 мүмкіндік беріледі ойыншыға. Біріншісін атады. Егер асық тиіп шашатын болса, мысалы асықтарға тисе, сарыға түссе ұпай берілмейді. Өйткені ол өз орнында қалды болып есептелінеді. Ал қызыл шеңберге түссе 1 ұпай, көк шеңберге түссе 2 ұпай, ал көк шеңберден асып кетсе, ол да 2 ұпай болып есептелінеді. Сонда бір ойыншы бірінші мүмкіндікте атқан кезде 18 ұпай алуы мүмкін, 9-ның бәрін шашып жіберсе. Сонда 3 мүмкіндіктен 54 ұпай алады, бірақ ондай әлі ешкім ондай ұпай алған жоқ. Өйткені өте қиын. Асықтар қалашық болып тігілгендіктен, оларды шеңберден шығару да оңай емес. Бұл қалашық ойыны. Астана қаласында чемпионат болған кезде бесатар мен қалашық екеуінің ұпайлары бірлесіп есептелді. Енді келесі қыздарға арналған ойын зерек ойыны деп аталады. Зерек ойынында қыздар ойнайды, және міне осындай ретпен асықтар тігіледі. Шәк, пөк, тәреке, алшоқ. Мынау 2 ойыншыға арналған ойын алаңы. Біз ол жерде чемпионатта тек бір ойыншыларды жеке-жеке есептедік. Енді бұл жерде 5, бұл ойынды сіздер 5 тас деген атпен үлкендер ойнайды. 12 түрлі жаттығуы бар. Ал бізде біз балалардың, кішкентай қыздардың ерекшеліктерін ескеріп, тек қана 5 қана жаттығу береміз. Яғни мына жердегі асықты біріншісі әр ойыншыда 5 асықтан болады. Бір асық, қызыл асық оның қолында болады. Аспанға асықты лақтырамыз да қолымызды шікке тигіземіз. Бірінші жаттығу түртпек деп аталады. Одан кейін аспанға асықты лақтырып түкке тигіземіз. Одан кейін аспанға асықты лақтырып тәйкеге, алшыға тигіземіз. Сөйтіп бір тигізіп шығамыз, түртпек. Одан кейін келесі жолы тигізбек. Аспанға асықты лақтырамыз да, асықты бір-біріне тигіземіз да, асықты қағып аламыз. Шікпен пүкті тигіземіз, тәйкемен алшыны тигіземіз. Одан кейін жанамақ деген.
Яғни бұл жерде аспанға асықты лақтырамыз да сұқ саусақты жерге 2 рет жанаймыз. Сөйтіп аспанға лақтырған асықты қағып алуымыз керек. Келесі сырғымақ деген жаттығуда қолымызды қоямыздағы аспанға асықты лақтырып, асықтарды сол қолған қойдың астынан өткіземіз. Төртеуінде өткіземіз. Аспанға асықты лақтырамыз. Сөйтеміз де бір асықты сырғытып, қолымызға өткіземіз. Сөйтіп кезекпен 4 асықты өткізіп шығамыз. Ең соңында жинамақ, алақанымызға 5 асықты қоямыз да, аспанға лақтырып, сыртымен қағып аламыз. Сыртымен қағып аламыз да, қайттан лақтырып, ішінен қағып аламыз. Сөйтіп қолымызда қанша ұпай болады, сонша бізде ұпай болып есептелінеді. Ал Астана қаласының чемпионатында біз зерек деген жаттығуды ғана жасаттық. Яғни 1 минуттың ішінде қанша рет кішкентай қыз түртпек жасай алады. Яғни аспанға асықты лақтырамыз да, шекті түртеміз. Аспанға асықты лақтырамыз да, пүкті түртеміз. Сөйтіп ол жерде ең рекорд 49 болды. Бұл жаттығулардың бәрін кейін видеосымен де көрсетуге болады. Біз уақыт тығыз болып жатқандықтан мен тек қана түсіндіріп жатырмын. Одан кейін біздегі ойынның аты шертпек. Шертпек деген ойынды 4 асықпен немесе 5 асықпен ойнауға болады. Ол балалардың ерекшелігіне байланысты. Біз 4 жасар балдарды 4 асықпен, 5 жасар балдарды 5 асықпен ойнатып жатырмыз. Мына жерде де линиясы 5 жасар балаларда 5 линия, 4 жасар балаларда 4 линия болып жатыр. Бұл жерде не істеу керек? Яғни белгілі бір мәреге, мына жерге төменгі жағына асықтарды қоямыздағы сұқ саусақпен атамыз. Сонда 4 шықты қатар қоқ қоямыз да 4 раундтан тұрады. 5 жасарға 5 раундтан тұрады. Шық қоямыз да атамыз. Сонда қанша асық, қай асыққа түсті? Мысалы 4 асық деген жерге түссе 4 ұпай, 3 асық деген жерге 3 ұпай түседі. Ал егер мынау осы 4 асық деген 4 бұрышты жерден асық кететін болса, онда оларға ұпай берілмейді. Сонда бір атқан кезінде, мысалы 5 жасарлар ойнаған кезде, 5 асықпен ойнаған кезде 100 ұпай ала алады. Ал 4 асықпен ойнаған кезде максимальный 16-дан 4-ке көбейтсек 64 ұпай ала алады. Енді бұны тойда да ойнауға болады. Келесі біздің ойынымыз бескеней үстел ойыны. Бұның алаңдағы бескеней де бар. Бірақ олардың ережелері екеуі де бірдей. Мысалы, мына жерде басындағы суретке қарасаңыздар, бұл жерде бескенейдің алаңдағы түрі. Бұл командалық ойын. Ал енді мына жерде біз сіздерге тақта басындағысын көрсетеміз. Міне, бұл бескеней үстел ойыны. Бұл жерде 5 асықпен ойнаймыз. Алға, артқа, жанына жүруге болады. Бұл жерде би деген ұғым жоқ. Ойынның кімнің бастайтынын келісесіздер. Алға жүреді, егер бір-бірінен секіріп барып жеп отырады. Бірінші ойыншы шық қойып қойса, екінші ойынды пұқ қойып қояды. Ақ және қызыл түс немесе ақ немесе көк түс болып ойнауға болады. Сонда кімде соңында кеней қалады, сол жеңіске жетеді. Яғни бұл жерде дойбыға ұқсас, жанына, артқа, алға жүріп жеп отыруға болады. Енді біздің соңғы ойынымыз 3 асық ойыны. 3 асық ойыны, 3 кеней ойын десек те болады. Бұл да бескеней ойын сияқты балалардың ойлау жүйесін өте қатты дамытады. 5-6 жасар балаларға арналған. Бұл жерде мына бұрыштарда 3 асықтан тұрады. Бірінші бұрышына төменгі 3 бұрышта 3 асық және төменгі қарсы жақта 3 асық тұрады. Мына жерде сызық болу керек. Сөйтіп бұл жерде де алға, артқа, жанына жүруге болады. Жүріске кім жеңіске жетеді? Ол егер қарсы жақта жүріп барып, қарсы жақтан 3 бұрыш тұрасаңыз, 4 бұрыштың осы 4 жерде 3 бұрыш жасауға болады. Сонда кім бірінші осы линияларда 3 бұрыш жасайды, ол жеңіске жетеді. Міне қысқаша айтқан кезде бескеней ойындар осы. Қазір енді мынау 1 минуттан аз уақыт қалды. Одан кейін 5 минут үзіліс па? Бақытгүл Саматқызы. Иә, 5 минут үзіліс. Қазіргі кезде асық ойындар өте қарқынды түрде дамып жатыр. Бізде Астана қаласында өткен жылғы жарысқа 60-қа жуық балабақша қатысты. Жарысымызға қыздардан да, ұлдардан да 60-60-тан пайда болды. Қазір бірінші мына көрсетейін.
2020-21 жылдары бұл жоба кішкене тоқтады ковидқа байланысты. 2021 жыл күз айында Астана қаласында 61-ші балабақша 15 балабақшаға семинар өткізді, меңгерушілер, әдіскерлерін шақырып. Мына жерде сол ковидтің де ізі тұр, мынау төмендегі оң жақтағы бірінші суретте. Сөйтіп 15 балабақшаға міндеттеліп берілді, бұл вариативті жоба ретінде. Сөйтіп 2021 жылы Астанаға 15 балабақшасы дамытты. Ол кезде мына екінші сурет төмендегі тақта бестемшесін дамытты. Одан кейін мынау Астана қаласында степ-бай-степ бағдарламасымен жұмыс істейтін нөмір 5-ші балабақша бар. Меңгерушісі Мөлдір Айтқалиқызы. Олар алдындағы алаңдағы бестемше деген түрін дамытты. Міне алаңдағы бестемше, бұл ұжымдық ойын. Ең алдымен олар не істеді? Бірінші Мөлдір Айтқалиқызы шығармашылық топ құрды. Міне суретте бәрі көрсетіліп тұр. Одан кейін зияткерлік ойындар кабинетін ашты. Одан кейін тәрбиешілер арасында жарыстар өткізді. Одан кейін алаңдағы бестемшенің ұжымдық түрін шығарды. Міне осының арқасында 2023 жылы Ақбота балабақшасы ең үздік балабақша атанып, әкімнің 10 миллион грантын ұтып алды. 2022 жылы осы бестемше, тақта бестемше, алаңдағы бестемшенің дамуымен солтүстік Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында дами бастады, және Шымкент қаласында степ-бай-степ бағдарламасының арқасында бестемше танылды. 2023 жылы бестемше ойынына арналған халықаралық конференция болды Астана қаласында. Мына жерде міне бестемшенің кілем бестемше, инклюзивті бестемше, асыққа арналған бестемше, әртүрлі түрлері тұр. Осының арқасында бестемше ойыны республикаға тез таралып, осы жерде 300 балабақша бұны онлайн режимде тамашалап отырды осы конференцияны. 2023 жылы бірінші біз айтпақшыдай Анталияға бардық. Қаңтар айында Анталияға барып, халықаралық конференцияға қатысып, сол жерде бестемшені 4 күн дүниеге таныттық. Одан кейін осы республикалық конференция болды. Одан кейін жерлерде бестемшенің кабинеттері ашыла бастады. Таразда, Көкшетауда, Ақмолада, Петропавлда мысалы сәрсенбі күні бестемше күні деп жариялап, Айгөлек балабақшасы сол күні келген қонақтарға бестемше үйретіп отырды. Одан кейінгі уақытта бестемшенің қалалық, облыстық, республикалық жарыстары басталды. Мына Қарағанды қаласында мына алаңдағы бестемшеден облыстық жарыс болды. 32 команда қатысты, әр командада 3 адамнан барлығы 96 адам. Бір балабақшаның ғимаратында 2 рет ашылу жасап, 2 рет 2 топқа бөліп жарыс өткіздік. Одан кейін мына жерде мынау Көкшетау қаласының республикалық жарысқа іріктеуі 5-6 жасар балалар арасында. Одан кейін мына бестемшенің көптеген түрлері дамыды. Мынау көрнекі бестемше, мата бестемше, өрнек бестемше, ғарыш бестемшесі, кілем бестемше, асық бестемше, қыс бестемше, Түркияның бестемше тақтасы. Жалпы міне осындай нелер көп болды. Одан кейін мынау модератор мониторинг жасады Мөлдір Айтқалиқызы. Сонда жаңағы бестемше енгізілген топтар мен бестемше енгізілмеген топтардың когнитивтік ерекшеліктері, физикалық қасиеттердің дамуы, коммуникативтік дағдылардың дамуы, танымдық және зияткерлік дамуы, шығармашылық дамуы, эмоциялық дағдылардың қалыптасуы сияқты. Сонда саналы мектеп алып тобында бестемше енгізілген топта осындай қасиеттер 64-тен 90-ға, 57-тен 83-ге, 61-ден 94-ге, яғни 30%-ға дейін өскен. Ал бестемше енгізілмеген топтарда ол 15-13 аралықта болып отыр. Қысқаша айтқанда бестемше қазіргі кезде қазақ халқының зияткерлік бренді болып тұр. Бұл дүниежүзінде кеңінен насихатталып жатыр. Сонымен қатар мынау жаңа сіздерге стандарттарды, үлгілерді көрсетті ғой. Сол оқу әдістемелік нұсқаулықта бестемше міндетті түрде керекті құрал-жабдықтарды балабақшалардың тізіміне енгізілген. Және де мына біртұтас тәрбие бағдарламасының негізінде бұл ойыннан қазіргі кезде аудандық, қалалық, облыстық, республикалық жарыстарға дейін өткізіліп жатыр. Қазір дене шынықтыру нұсқаушылар арасында өтті, 2 рет өткізілді. Өткен жыл Астанада өтті, биыл Түркістанда өтті. Және алдағы уақытта Шымкент қаласында күзде республикалық жарыс өткізеді. Сонымен қатар мынау
әдістемелік ерте дамыту институты тәрбиешілер арасында республикалық жарыс өткізеді, құда қаласа күзде. Қазіргі кезде келісіміміз бар. Жалпы қорытынды айтқанда, бестемше ойыны 5 жастағы баладан 90 жасқа дейінгі үлкен кісілерге дейін ойнай беруге болады. Жасөспірімдердің мінез құлқын, сана сезімін әлеуметтік жағынан тәрбиелейді, ойлау жүйесін шыңдайды. Міне қазір Бақытгүл Саматқызы бестемшені көрсетіп қойыңызшы, бір бестемшені. Міне бестемше көрсетіп жатыр. Міне осындай тақталарды Астана қаласынан тапсырыс беріп алдырсаңыздар болады. Қазинтеллект зияткерлік ойындар академиясы ұлттық ойындар және бескенекте, бестемшенде барлық ойындар тапсырыспен алдыртуға болады. Міне қысқаша айтқанда осы. Тіпті қазіргі кезде министрліктің өкілдері басқа да шетелге шықса, осы бестемше тақтасын қазақ халқының интеллектуалдық ойыны деп сыйлыққа беріп жатқан жағдайлар бар. Жалпы егер сіздер қызығатын болсаңыздар бестемшеге, бескенеге, онда Бақытгүл Саматқызы арқылы хабарласып, барлығын алдыруға, оқуларын, курстарынан өтуге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бақытгүл Саматқызы, сіз дауысыңызды қоспадыңыз, естілмей жатыр. Рахмет, Мақсат Есенбекұлы. Мынау бестемшені жалпы біз жұмысқа да қойып қойғанбыз, үйде де бар. Келген қонақтардың барлығына осы бестемше ойын ойнатамыз. Жадыра Қайсанқызы оның дәлелі болып айталады. Өйткені өткен жолы Шымкентке Түркиядан келген әріптестерімізбен бірге келген кезінде Жадыра Қайсанқызына да Түркиядан келген әріптестерімізге де осы бестемше ойынын ойнатып үйретіп жібердік. Қазіргі кезде мысалы кез келген адам шашка ойнай алады. Тура сол сияқты осы бестемше біздің ұлттық ойын болғандықтан, бұны барлық балаға біз қазір бала кезден үйретіп қоятын болсақ, осыдан бір 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін кез келген адам қандай ұлттық ойындарды білесіңдер, қандай ұлттық ойындарың бар деген кезінде осы бестемшені көрсетіп, әрбір үйде болып, әрбір бала ойнай алатындай, әрбір отбасы ойнай алатындай жағдайға жетсек деген ниетім бар. Сол мақсатта мен де жұмыс жасап жатырмын, ағай. Ұлттық ойынды дамытып. Бәрекелді, рахмет. Жалпы осы ұлттық құндылықтарымызды дамыту, ол сіздікі, менікі деп бөлінбейді, ол бәріміздікі ортақ болғандықтан барлығымыз жан-жақтан осылай дамытуымыз керек деп ойлаймыз. Енді ағайдың номерін сіздерге чатқа жіберетін боламын. Жаңа басқа бескене ойындары бар, осы бестемшені алу бойынша ағайдың тікелей өзіне хабарласып та ала берсеңіздер болады. Жаңа айтылып жатқан конференциялар туралы бізге де ақпарат салып отырады, біз де сіздерге қосымша хабарлаймыз. Жарыстарға қатысыңыздар, өте жақсы ойындар маған өзіме ұнайды, және сол үшін де осы көбірек таныла берсе деп семинарларға ағайды үнемі шақырып отырамын. Рахмет қабыл алғаныңызға. Енді ары қарай сөз кезегін рұқсат болса Жадыра Қайсанқызына берсек. Микрофоныңызды қоса қойыңыз, Жадыра Қайсанқызы. Микрофоныңызды қосылмады әлі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Дауысым естіледі ме? Естіліп тұр. Менің есімім Жадыра Қайсанқызы, Семей қаласында Шаңырақ балабақшасының құрылтайшысы, директоры боламын. Қазіргі таңда 2 балабақшамыз бар. Осы жақында ғана Шымкент қаласына барып, Бақытгүл Саматқызымен бірге табиғат педагогикасы, орман педагогикасы және табиғат мектебі атты семинарды қатысушысы болып, Түркия мемлекетінен келген әріптестерімізбен бірге жақсы бір сондай үлкен бір семинар халықаралық деңгейде өткен болатын. Қазір біз сол семинарда нені үйрендік, Түркияға барған кезде неліктен мен осы орман педагогикасын бірден Бақытгүл Саматқызына үйреніп кетіп, өзіміздің балабақшаға алып келгеніміз туралы айтып өтейін, қысқаша түсінік беріп, жалпы орман педагогикасы дегеніміз не, оны балабақшада қалай қолданамыз, балабақшада оны қолдану барысында балалардың бойында қандай біз ерекшеліктерді байқаймыз, сол туралы бөлісіп айтып кетсем деймін. Қазір слайдымды ашып алайын.
Слайдым дәл ашылмады. Ашылмай тұр қазір, бір минут кешірім сұраймын. Ашылмай жатса WhatsApp-қа жіберіп жіберсеңіз де болады, маған көрейік. Мүмкін менен ашылар. Және экранға дайындап қойған едім. Бақыт Саматқызы, сізге бердім. Иә, қазір алдым. Жалпы айта берсем, орман педагогикасы дегеніміз, құрметті әріптестер, сіздер өздеріңіз білесіздер, қазір балабақшаларда күннің бірінші жартысында және де күннің екінші жартысында біз балаларды серуенге шығарамыз. Ол серуенге шығару барысында бізде жалпы циклограммада мынандай түсінік қалыптасып қалған ғой, біз белгілі бір қағазға байлана отырып жұмыс жасаймыз. Серуендегі бақылау процестері, 3 бақылау процесі бар, сол бақылау процестерінен шектеліп қана жұмыс жасаймыз. Ал бізде қазір өздеріңіз білсеңіздер, жазғы сауықтыру барысында, жазғы циклограммада балаларды көбінесе, жаңа Бақыт Саматқызы айтып кетті, бау-бақшада практикалық жұмыстар жасатқызу, ол жердегі өзінің экотәрбиесін, табиғаттағы белгілі бір мазмұндық жүйелерді енгізу арқылы жұмыстарды жасайтын боламыз. Жалпы негізінде орман педагогикасының бала өміріндегі маңызы деп түсіндіріп айтатын болсақ, бұл жерде біз балаларды қалай тәрбиелейміз? Сіздер білесіздер, табиғат сөзінің жалпы өзі табиғи деген, яғни белгілі түбірі табиғи, яғни жасанды емес, табиғи заттармен жұмыс жасау арқылы балаларды дамыту. Бұл жерде қазір орман педагогикасының біздің балабақшадағы жүргізіп жатқан іс-тәжірибелер бойынша айтып өтсем, жалпы негізінде әр жыл мезгіліне арналған өзінің тақырыптық мазмұндық программасы, яғни бағдарламасы болады. Ол жерде балалар қысқы уақытта орманда қалай жұмыс жасайды, ормандағы қысқы уақыттағы қауіпсіздік түрлері, одан кейін жазғы уақытта, көктемгі уақыттарда, күзгі уақытта, яғни жылдың 4 мезгілінде де балалар орманға барып жұмыс жасай алады. Біз осы... Слайдыңыз көрініп тұр ма? Кешіріңіз, слайдыңыз сізге көрініп тұр ма? Иә, маған көрініп тұр. Айтасыз ғой, ауыстыру керек деп. Қазір енді қысқаша ғана айтып өтейін. Орман педагогикасының қазіргі экранда шығып тұрғаны, ең басында балаларды ұйымдастыру процесінде біз жай ғана орманға балалар шығамыз деп қана апара салмаймыз. Міндетті түрде ол жерде белгілі бір үлкен ағаштарды және де орманның өзінің қақпасы кіретін болады. Сол арқылы балалардың қызығушылығын бірінші арттырып аламыз. Яғни балаларды шеңберге тұрғызып, балалар, қазір біз сендермен бірге орманға серуендеуге шығамыз. Ол жерде бір-бірімізден адасып кетпес үшін белгілі бір ағашты өзімізге белгі ретінде белгі қойып алуымыз керек деп, қызыл материалдан болсын, әртүрлі түсті материалдардан өзінің белгісін қойып кетуге болады. Ал егер де бұны орманға саяхатты үлкендер арасында ұйымдастыратын болсақ, біз белгілі бір үлкен ағашты алуымызға болады. Емен ағашы, қарағай ағашы, шырша ағашы деген сияқты. Ал бұл жерде сіздер балалармен жұмыс жасағандықтан белгілі бір жаңағы материалдар арқылы белгі қойып кетесіздер. Одан кейін бұл жерде балалар орманға шығып бара жатқан уақытта олар жаңағы белгі арқылы қайтар кезде өздерінің балабақшаларын, яғни орынды таба алуы керек. Мына жерде сіздер қазір экранда көріп тұрсаңыздар, балалар арқан арқылы жүруді үйреніп жатыр. Бұл жерде бала орманға барған кезде физикалық қасиеттерін дамыту балалардың бойындағы. Бұл тек қана балаға орманда физикалық қасиеттерді ғана дамыту емес, шығармашылық, және ағамыз айтып кетті ғой, когнитивті деп, одан кейін коммуникативті балалардың бойындағы танымдық процестерді өздеріңіз білесіздер. Қазір балабақшада біз дағдыларды дамыту деп айтамыз балалардың бойындағы. Соны табиғи орман
орман процесінде қалай дамыту керек, соның түрлерін біз балаларға қазіргі таңда қолданып үйретіп жатырмыз. Бұл жерде өздеріңіз экранда көріп отырсаңыздар, екі ағашқа белгіленген арқанды көруге болады. Бұның үстінде жүріп бара жатқан балалар. Яғни бұл жерде бала оның бойындағы қорқынышты жеңе алу қасиеттері пайда болады. Себебі бала мысалы жай ғана ұзын сызықша тұрса, мен оның үстінен өте алмаймын, яғни балада күмән туындауы мүмкін. Ал ол күмәнді қалай жеңе аламыз? Біз жаңағы ормандағы ағаштарға өрмелеу арқылы, одан кейін осындай арқандарды тепе-теңдікті баланың бойында қалыптастыру арқылы баланың бойындағы қорқыныштарды жеңе аламыз. Және де біздің орман педагогикасының оқытушылары Түркия мемлекетіндегі мына нәрсені бізге жақсы түсіндіріп берген болатын. Яғни бала қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бізде инклюзивный балалар әр бала бақшада бар, ол балалармен жұмыс жасау процестерінде. Бақыт Құсаматовна, слайд өтсіз бе? Тұра берсін. Ол балалармен жұмыс жасау барысында балалар әртүрлі дыбыстарды шығарып айқайлайды, тістейді, не болмаса олар ашушаң болады. Неге? Себебі оларда яғни автоматты түрде миға ауа бармайды. Сондықтан оларға қысым келеді де топта өздерін еркін сезіне алмайды. Ал орманға барған кезде бала жүгіреді. Ол жерде бізде өзіміз тура балабақшамыз орманның қасында орналасқандықтан құм бар. Құмды жерде орналасқан қарағай, оның барлығы міне қазір экранда шығып тұрған осы біздің 3-4 жастағы балаларымыз. Бұл орманда тек қана жаңағы айтып тұрмыз ғой, техникалық жұмыстарды ғана жасамаймыз, балаларға емін-еркін әрекеттерді жасауға рұқсат етіледі. Яғни балалар, біз топтың ішінде балаларды мысалы сапқа тұрғызып қана қойып, бір саптан шықпай жүру керекпіз, не болмаса шеңберде ғана жүру керек деген сияқты болса, орманда балалар ондай бір шектеусіз, яғни өздерін емін-еркін ұстап жұмыстарды жасай алады. Одан кейін орманға барған кезде балаларға міндетті түрде қауіпсіздікті қолға алу керек, яғни сіздердің қастарыңызда міндетті түрде медбике деп айтамыз, балабақшада медсестра қызметкерлер болады, сол кісілер міндетті түрде бірге бару керек. Жаңағы құлап кеткен жағдайларда балаларға алғашқы көмек көрсету мақсатында. Одан кейін ормандағы орман педагогикасының тағы да бір ерекшелігі, бұл жерде банан пісіру технологиясы бар. Ол жерде, яғни өзінің оттық жағу, келесі слайдта жасасыз ба, оттық жағу, яғни балаларға жаңағы банандарды алып барып, тәтті шоколадтарды еріту арқылы пісіру. Яғни бұл жерде кез келген оттықтармен, не болмаса кез келген жаңағы тамыздықпен отты жаға береді деген сөз емес, балаларға бірінші қауіпсіздікті түсіндіріп барып, одан кейін оның қалай жасалатынын жолдарын көрсету керек. Бұл табиғат аясындағы балалардың өзін еркін сезінуіне және дауыс шықпайды ғой деймін. Табиғат аясында бала өзін еркін сезінеді, және де өздеріңіз білесіздер, біз үлкендер, ересектерде бір пикникқа шығып жатқан кезде бір балаша ойнап, секіріп, сондай іс-әрекеттерге көшеміз ғой. Сол сияқты бұл жерде де бала орманда өзін емін-еркін сезінеді. Жаңағы айтып кеттім, тағы да танымдық процестерді, шығармашылық процестерді балаларға дамыту деп. Алдыңғы слайдта біз балаларды орманда жаңағы сурет салу, шығармашылық процестерді жүргізген болатынбыз. Ол жерде белгілі бір тақырып беріледі балаға. Мысалға алатын болсақ, кірпіні тамақтандыр деп айтатын болсақ, кірпінің суретін алып барасыздар да, ол жерде тастанды заттар деп жатырмыз ғой, жаңағы табиғаттағы талдың қабықтарымен, не болмаса жаңағы таяқшалармен кірпінің үстін клейлеп безендіруге болады. Яғни осылар арқылы ол жерде баланың бір жағынан саусақ моторикасына дамуына да үлкен үлестерін қосуға болады. Одан кейін табиғаттағы балалар өзінің орман мектебінің қағидалары болады. Сол қағидаларды балалар міндетті түрде қолдана білу керек. Оны қолдану үшін тәрбиеші және тәрбиешінің қасында көмекшісі болады. Ол көмекшісінде мысалы балалар өздеріңіз білесіздер, ол жерде 1 сағат, 1,5 сағаттық жұмыс жасағандықтан шөлдеуі мүмкін, су ішкілері келеді деген сияқты.
тәрбиешінің көмекшісі өзімен бірге жаңағы стакандарын, суларын балаларын міндетті түрде алып алу керек. Одан кейін жаңағы орман қағидасын балаларға тәрбиеші ең алдымен түсіндіреді. Ол орман қағидасын түсіндіргеннен кейін барып балалар орманда топтық жұмыстарды, яғни топтарға бөлініп жұмыс жасау арқылы ары қарайғы іс тәжірибелерді жалғастыра береді. Жалпы орман педагогикасын балабақшаларда айына аптасына бір рет, яғни айына 3 рет шығып отырса болады. Бұның өзінің жеке программалары болады. Жаңағы айлық, мысалы қазір маусым айына арналған программада біз балаларға ормандағы қауіпсіздіктер, ормандағы тәуекелдер деп тақырыптарды алатын болсақ, сол арқылы балалар өздерінің портфолиоларын жинайды. Енді мына жерде өздеріңіз көрсеңіздер, жаңағы ормандағы таяқшалар, шишкалар, талдардың қиындылары жатыр, иә. Бұл арқылы балаларға тек қана жаңағы осы шишкаларды таныстырып қана қоймай, математикалық, яғни есеп шығаруға да болады. Ол жерде балаларға 2 шишкаға, мысалы 2 таяқшаны қоссаң қанша болады? Яғни сол табиғи материалдар арқылы балалардың танымдық та қасиеттерін арттыруға болады. Жалпы біз өзіміз балабақшада енді бұл орман педагогикасын қолданғанымызға көп болған жоқ. 1 жыл уақытты қамтыды, бірақ сол 1 жылдың ішінде біз қазіргі уақытта балалармен тек қана жазғы уақыттарда шығып сабақтарды ұйымдастырып жатырмыз. Ал көктемгі мезгілдерде әлі орманға шығып балалармен бұндай бір іс тәжірибелер жүргізіп көрген жоқпыз, себебі оған өзінің жеке программасы дайындалу керек. Қазір біз сол Түркия мемлекетіндегі ұстаздармен тығыз қарым-қатынаста отырмыз. Болашақта қазір жазғы маусымдағы жоспармен жұмыс жасасақ, 4 жыл мезгілінде де қалай жұмыстар жасалу керек, ол кісілерден міндетті түрде бағдарламасын алып, жұмыстарды жүргізсек деген ойымызда бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қазір бұл біздің сол осыдан 1 жыл бұрынғы семинарымыздағы видео көріністер, шағын ғана. Мына жерде міне қарасаңыздар, от жағуды қалай екенін көрсетіп жатыр. Бұл семинарда біз тек қана от жағуды емес, ауа райы құбылмалы болады ғой. Орманға шыққан кезде балалар, мысалы, жаңбыр жауып кеткен кезде қалқанды қалай орнату керек, сол туралы да көрсетеміз. Одан кейін ыстық күнде балалар қандай киімдермен шығу керек орманға, ол да көрсетіледі. Сондықтан бұл өте бір үлкен негізі тақырыпты қамтиды. Жалпы алған кезде жаңағы Бақытгүл Саматын айтып кетті ғой, біз орман деген кезде тек қана бүткіл сабақтарды орманда ғана ұйымдастыру емес, оны біз өзіміздің бақшамызда да, жаңағы өсімдіктер арқылы, бау-бақшадағы жемістер арқылы да балаларға түсініктерін қалыптастыруға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, қойсаңыздар болады. Сізге де рахмет. Керемет. Міне, жаңа айттым ғой, біз балалар 3-4 жастағы балалар, міне бұл видеодағы балалар, 3-4 жастағы балалар, негізі біз бақшаның ішінде, жаңағы айтып кеттім ғой, балаларға тек қана бір кеңістікте ғана жұмыс жасауға рұқсат ететін болсақ, орманда балалар өздерін еркін сезініп жұмыс жасай алады. Жаңа 5 дағды бойынша кез келген ұйымдастырған әрекеттерді де біз орманда ұйымдастыруға тырысып жатырмыз қазіргі уақытта. Және де орманнан келгеннен кейін бір байқайтынымыз, балалардың көңіл күйі де көтеріңкі болады. Әрі сіздер білесіздер, бізде түскі уақытта балалар ұйықтайды ғой. Сол кезде орманға бармаған кезде балалар кішкене бір әңгімелесіп, сөйлесіп жатып ұйықтайтын болса, орманға барып келгеннен кейін олар шаршайды, және де ол жерде қимыл әрекеттер көп болады балаларда. Бірден балалар тез ұйқыға кетіп қалады. Таза ауада көп серуендейді балалар. Рахмет, Жадыра. Осы слайдтарды, видеоларды кейіннен чатта жібереміз, қосымша тағы да қарап көрсеңіздер болады. Енді бізде уақытымыз болғандықтан ары қарай сөз кезегін Айгүл Бабабекқызына берейік. Айгүл Бабабекқызы, сізде не қосыла ма көріңізші? Слайдтары қосылмаса, мен қосып бере қояйын. Микрофоныңызды қоса қойыңыз, қосылмады. Слайдты сіз өзіңіз ала беріңіз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Слайд көрінді ма? Басталып жатыр.
Сөз кезегі Айгүл Бабабекқызы, өзіңізде. Слайдты ауыстыру керек болса, келесі деп айтып отырсаңыз, ауыстырып отырамын. Мен ол сайтты тек әріптестер үшін жасағам, сол үшін ауыстырып отыра береміз. Ал қайырлы күн, құрметті әріптестер, бұл енді бүгінгі күнімізге сәттілік тілеймін. Мен енді әрдайым өзім әріптестеріме айтатын сөзім, егер ұстаз өз жұмысын сүйсе, алға қойған мақсаты айқын болса, ол кісіге іздену әрдайым оңай болады, жеңіл болады, ол әрдайым ізденісте жүреді. Сондықтан бүгінгі де білім іздеген, білім алған жандарға пайдалы білім болсын деймін бүгінгі семинарымызды. Жалпы кез келген нәрсе ол уайымнан туады деп өзім ойлаймын. Мысалы, біз балабақшамыз не үшін ыстық сауықтыру болды. Біз ашылған кезде кәдімгі обычный үйді қарапайым балабақша болып ашылғанбыз. Елу балада деп сол кезде бізге өзіміздің ұққан нәрсеміз бірінші балаға бізде адами қасиет, қазақи құндылықтарымыз жетіспейді екен. Барлығымыз біз жаңағыдай әлемдік білімді шарлап жүрген кезде өзіміздің қазақтың құндылықтарын ұмытып кеткен жағдайымызды байқадық. Ол қалай жаңағыдай агрессия тұрғыда балалар, өте эгоист балалар, одан кейін қоғамдағы өзін мәдениет тұрғысынан өзін қалай қолдану, қалай жүру керек екендігін білмейтін жасөспірімдерге тап болғаннан кейін біз балаға бірінші ұлттық құндылықтарымызды насихаттау керек екен, ұлттық құндылықтарымызды сіңіру керек екен деген шешімге келіп, бірінші біз балаларымызға осы қазақилықты түсіндіру керек деп осындай методикалар жасай бастадық. Ол үшін не істедік? Ол үшін біз айларға бөліп тастадық. Мысалы, адамгершілік, шыншылдық, адалдық деп, одан кейін барып ол аптаға бөлдік. Ол жерде жаңағыдай қазақтың зиялы қауымдары бар ғой, солардың керемет қанатты сөздері тәрбиеге қатысты, сол адамгершілік айында адамгершілікке қатысты. Осыны әр сабақтың басында айта отырып, және бір апта бойы соны қайталап, тақырыптарға, мысалы біз енді стандартта берілген тақырыптан бөлек соған біз өзіміз жоспар жазып алып, осылай іс-әрекеттер жасадық. Ол жерде жаңағы мақал мәтелдер кіріп отырды. Одан кейін балдарымызға бірінші осы бата беру болсын, біз қазақтың енді дана сөздері өте көп қой, қазақтар өте бір сондай жаңағы әрбір ісінде, ойынында, әрбір салт дәстүрінде бір керемет тәрбиелік мәні бар бір халық екенімізді біз сол зерттей келе тағы да бір мойындап, бір сондай мақтаныш етіп өзімізге осын алға қойғанбыз. Енді біз не үшін сауықтыру дедік? Сауықтыру себебі бізде балалар қазіргі таңда өте көп жаңағыдай дүкенде зиянды заттар, одан кейін олардың іс-қимылдары, одан кейін ауа райы, өздерінің іс-әрекеттері, жалпы өмір сүру қағидаттары, жаңағыдай стильдары өте дұрыс емес деген, енді барлығында емес, көбісі ата-аналар дұрыс қолданбайды, дұрыс тәрбиелемейді, жаңағыдай, яғни здоровый образ жизни дұрыс жүрмейді деп осындай шешімге келіп біз өзіміз сауықтыру әрекеттерін іздене бастадық. Ол үшін біріншіден біз қымыз беретін болды, қымыз терапиясы қазір де бар, құрт береміз қыстың күні кальций деп тістері, себебі баланың жақсы қатты нәрсені тістемейді, қазір пюре жейді, қатты нәрсе тістеген балада жаңағыдай тістердің шайнау қабілеттері жақсы дамиды, ол кішкентайынан. Одан кейін балмен су береміз азанғы уақытта, ештеңе ішіп келмесін деп қолдарындағы заттарын алып қалып кіреберіс жерде жақсы жылы сумен таза балды беріп, одан кейін 40 минут күтіп, одан кейін таңғы асқа кіргіземіз. Сонымен жазғы мезгілдерде жаңағындай табиғи тастарын, түрін, майдасын, ірісін, үстігін жаңағыдай осындай жол жасап қойдық. Балдар балабақша кіргеннен аяқ киімдерін шешеді, сонымен әрқайсынан басып өтіп, соңында аяғын салқын сумен шайып топқа кіреді. Бұл енді сауықтыру. Енді қазір мен шабандозға қатысты нәрсені айтып жатқан жоқпын, бірақ жалпы сауықтыру жаңағы бағыты болғаннан кейін мен осы тақырыпқа пайдалы болып қалар деген мақсатпен айтып жатырмын әріптестеріме. Одан кейін жаңағы таза ауада дегенге өте келісемін. Әріптесіме біз Дендропарктың жанында орналасқаннан кейін біз
өте көп жиі барамыз дендропаркке. Сол жерде біз сабақтарды түрлі форматта өткіземіз. Тек қана сабақ осындай төрт қабырғада болмау керек деген бізде ұран. Біздің ұранымыз біріншіден балаларды еркіндікке тәрбиелеу. Еркін өскен бала ойын еркін айта алады, ойын еркін жеткізе алады. Одан кейін елді бізде басқаруда осындай ойын жетік айта алатын мақсат айқын адам керек деп білеміз. Сондықтан осы нәрсені бала бақшада сіңіру керек деп себебі айтады, 6 жасқа дейінгі баланың алған тәрбиесі ол оның өмірлік мазмұны дейді. Сондықтан біз осы бала бақша мектепке дейінгі ұйымдағы балдардың жасы 6 жасқа дейінгі болғаннан кейін бүкіл мықты адамгершілік болсын, білім осы жерден бізден сусындап кету керек дейміз. Енді мынау сауықтыруға қатысты бізде шабандоз бағдарламасы қалай пайда болды? Біз біріншіден жаңа баламыз бір баладан туындаған мәселе, ол жаңа массажға балабақшадан уақыт арасында массажға сұранатын тұғымыз. Не массаж деп сұралған кезде ол жаңағыдай жамбас қуығына арналған, яғни аппаратына арналған ұл баланы. Сонымен ол бізге мынандай бір ер тоқымда отыру керек қой, біз ер тоқымды қалай балабақшада жасай аламыз, оған қандай жаңағы жылқы ата келсе ол қалай болады екен деп, ол сіз нормаларына сай келмейді, сондықтан ер тоқым жасайық деді. Сонымен ер тоқым жасағаннан кейін ол ер тоқымды недегі Алматыдағы көкпаршыларға дайындайтын бір адам ғана келісті. Себебі оның үлкен емес қой размері, жаңағы мектеп жасында балаларға арналған болғаннан кейін олар өте жаңағыдай шағын болу керек, өздерінің жамбас қуығына арналу керек. Сонымен осының бәрін педиатр мамандарымен, фельдшер мамандарымен, одан кейін бар кардиолог маманымен, сол жердегі атбегілермен ойласып, осылай осы дүние туды. Енді бұны қайда отырғызамыз? Бүкіл дайын аттар, олар 2 жасқа дейінгі арналған балаларға. Содан кейін біз оны балалардың бойын есептеп, осындай бірде 20 сантиметрлік сырғымалы ат ағаштан ойлап соны жасауды ұйғардық. Оны осы жерден жасаттық, Шымкент қаласына, оны Алматыға көкпаршыларымызға апардық. Сол жерде олар кигізіп, соның дұрыс сол бір макетін дайындап болғаннан кейін оның амплитудасын тексердік, балаға эффект қандай болады ма, жаңағыдай атта отырған эффект бар ма. Яғни ол сол жаңа аппаратына, бел омыртқасына болсын, сондай нәтиже береді ма шынымен де? Өйткені біз бұл жобамен айналысып жүргенімізге ол кезде 1 жылдан асып кеткен тұғын. Енді қазір оны біз жарияға жар салып, сонша әлемге осындай пайдасы бар деу үшін, ол сондай ма деп біз өзіміз тағы да 2 жыл зерттедік. Сонымен осыны аттарды алдыртып болғаннан кейін осы бір талайын өзімізге балабақшаға жасатып қойдық. Сонымен 1 жылға бағдарлама түздік. Бірінші олар бала келіп жаңағыдай қалай отыру керек, қалай міну керек, қамшылау жағы деген не, үзеңгіге қалай аяқты салып міну керек, міну жағы деген бар. Одан кейін барып ат әбзелдерін үйренеді. Содан кейін барып ол жерде қалай іс-қимылды бастайды. Мысалы, дене шынықтыру сабағына қатысты болса, сол сыныпта қолданамыз. Қандай жаттығулар жасауға болады, қандай ұлттық ойындар ойнауға болады. Осының барлығын 32 сабаққа бөліп 1 жылдық бағдарлама түзіп шығардық. Осыған бізде 3 жыл уақыт кетті. Сонымен біздің балдарымыз қандай нәтиже алды? Балдарымыз шабандоз деп өте қызық тұрады. Біріншіден бұл сабаққа, екіншіден бұл балдарымыз рухани оянды. Неге? Себебі бұл сабақта біз кітапқа әр нені қойып қойғанбыз. Патриоттық әндер, сабақтың тақырыбына сай патриоттық әндер қойылады. Ол жерде бала өзінің қанында бар ғой, жаңағыдай қазақилық, жаңағыдай көкпарлық. Содан кейін осы нәрселерді көргеннен кейін, сабақта болғаннан кейін бала кәдімгі рухтанады. Біздің бір нәтижеміз, баламыз мысалы, маған ту беріңізші, апай ту беріңізші деп соншалықты андай өзінің елінің андай жанашыры, жауынгері екенін сезінгендігін. Бұл біздің нәтижеміз. Енді бұл жаңағы осы шабандозда қалай біз қолданамыз? Шабандоз бағдарламасын бізден алған балабақшалар да бар. Мысалы, олар өздері жаңағыдай үзеңгіні дайындау, мынандай нелер бар ғой, сондай сабақты алып жасап жатыр екен. Мен бір сабақтарында байқап қалғаным. Ал кейбіреулер өте көп жаңағы утренниктерге билерін шығарып жатыр.
Енді біз өзіміз болсақ, өзіміз қазір 2 жыл қатарынан және жыл сайын өткіземіз деп шештік. Садақа атудан турнир ұйымдастырып жатырмыз. Бізде қазір бұл жамбы атудан көп үлкен нәтижелер көрсетіп жатыр. Мысалы, садаға атуды біз кәдімгі профессионал, біздің жаңа көшпенділер, 5-ші көшпенділердің әлем чемпионы Жәнібек мырза, өзіміздің тренер, Шымкент қаласының бас бапкері. Сол кісі өзі бізге бірінші жаңағыдай бапкерлік жасап, біз осыдан үйреніп, одан кейін осы садаға атуды біз қолға алып, қазір балаларымыз өте мерген. Кәдімгідей біздің бұл Қазақстан бойынша біз алғашқы балабақшамыз осындай жобалар жасап жатқан, турнир ұйымдастырып жатқан садақтан. Ал енді біз мына атта отырып, жамбы атуды біз, бұл өте бір біздің балалардың ең керемет нәтижелері. Олар атта отырып алып, аттың үстінде тұрып алып, осы жамбыға ілініп тұрған, яғни қимылдап тұрған нәрсені дөп тигізеді. Бұл енді қараңыз, қандай жетістіктер. Бала мысалы шапшаңдыққа, икемділікке, сабырлыққа, өте көп осындай керемет нәтижелерге жетеді. Себебі бұл жерде тек қана атта отырмайды, бұл жерде түрлі ойындар ойнау арқылы олар тартысады, алысады, беріседі, жаңағы жанындағы қабырға бұлшықеттері қимылдайды. Мысалы, ең басты бұл жерде жамбас қуысы, тазовое дно дейді орысша. Бұл қазір ешқандай адамда қимылдамайды, егер определенный бір не жасамаса жаттығулар. Ал бізде мысалы бұл жерде бірінші сабақта басында осындай жаттығулар міндетті түрде жасалады. Сондықтан балдарымыз біз болашақта дені сау, рухы мықты болады деген үлкен сеніммен айта аламыз. Себебі бізде бір пилатестен беретін тренерде келіп өзінің бағасын берген кезде ол былай түсіндіріп айтты: мына сіздер жасап жатқан жаттығу өте керемет, оны ешкім қазір жасап жатқан жоқ. Мысалы, мен білетін деді, баяғыда қазақтың апалары неге жаңағы 11 ұсақ көтеріп, пәленбайын туып, жаңағы опущение матки деген нәрсе болмаған. Себебі олар атта отырған, атта осындай жаңағыдай жүру арқылы өздерінің ішкі жаңағыдай бұлшықеттерін өте шынықтыра білген. Енді ашылды ма? Иә. Көрініп тұр ғой, Иә. Ал Айгүл Бабабекқызы, барлығымыз көрдік. Жарыс өткізгенсіздер ау дейме? Сол кезден видео қой дедім. Турнир, садаға атудан турнир ұйымдастырған болатынбыз. Бұл сіздер көріп отырсам сөйлей алмаймыз. Себебі біздің жаңағы айттым ғой, әлем чемпионы, дүниежүзілік жаңағыдай чемпионы көшпенділердің Жәнібек деген мырза ортада тұрған. Сол кісі мысалы бұл қолға алу керек, керемет бастама дегеннен кейін біз ол кісілерге айттық, біз енді бұйырса жылда өткіземіз дегенбіз. Сол сөзімізде келіп жылда өткізіп келе жатырмыз. Енді мен айтайын дегенім, бұл үлкен жетістік. Себебі мен қазір Астана қаласындамын. Астана қаласында осындай орталықта біз жаңағы садаға ату, осы шабандозды қолданып көргенбіз. Біздің балалар осы Астанадағы үзеңгіге аяғын салып міне алмайды.
не то что атпақ түгілі, не то что да шақпақ түгілі да. Біз мына видеода енді сіздерде сапасы қалай болғанын білмеймін, менде жақсы көрінбеді. Бұлар аттың үстінде, мысалы ол ойнап тұратын аттың үстінде тіке тұрып, қимылдап тұрған аттың үстінде отырып жамбыға атып жатыр. Бұл үлкен біраз жігерлі жұмыстардың нәтижесінде болып жатқан мәселе. Ал енді бұл осындай өзінің бойында қабілеттерді, қасиеттерді дамыта алған баланың білімге деген құштарлығы, елге деген махаббаты ол онсыз да оянатыны айдан анық. Себебі мен аны басында айттым, біздің әрқайсымыз мақсатымыз айқын болса, жұмыс жасау оңай деп. Біздің ең басты мақсатымыз балабақшамыздағы дені сау, рухы мықты, жүрегі елім, жерім деп соққан нағыз патриоттар тәрбиелеу. Сол кезде біз ойлаймыз, біздің ұстаздық өзіміз міндетімізді жақсылап атқара алдық. Сол кезде ойлаймыз, біздің еліміздің дамуы біршама үлкен мүмкіндік туады. Себебі осы болашағымыз біздің жарқын болу үшін кішкене ғана бүлдіршіндер келіп отқан біздің алдымызға, соларға осындай керемет патриоттық сезімдерді оятып, ұлттық дәстүрлерімізді сіңдіріп тәрбиелесек, балашағымыз бірден бір жарқын болатын. Осы себебі осылардан деп ойлаймын. Енді біздің әрбір жағына сенде бір кірпіш дүниеде тетігін тапта бар қалан дейді ғой. Біздің ұстаздық етіп отқан жаңағы қызметіміз тек қана ұстаздар, тәрбиешілерге қатысты емес. Мен өзім бақшамда әрдайым айтамын, аспазшы болсын, тәрбиеші көмекшісі болсын, жаңа Бақытбек Саматовна жақсы айтып кетті ғой, ол барлығы қызметте болу керек деп, тәрбиеші көмекші деп. Біз өзіміз әрқайсымыз тұлғасыздар, әрқайсымыз алдымызға келген баланы жақсы тәлім тәрбие беріп қалуымыз керек. Ол себебі біздің миссиямыз осындай. Ол тәрбиеші көмекшісі тек қана жаңа поделки, көрнекіліктерге көмектеспейді ғой. Ол жерде мысалы бала ұрсып қалуы мүмкін. Біз соны достыққа тәрбиелеуіміз керек, бір-біріне мейірімділікке тәрбиелеуіміз керек. Мысалы аспазшы тамақ пісіріп жатқан өзінде жақсы дүниелерді айтып тұрып, біз мысалы күй қой дейміз. Күйді, қазақтың әндерін қойыңдар дейміз. Басқа мынандай рок деген қоймаңдар тамаққа. Ол су ғой, ол сіңеді. Баланың бойына жақсы нәрселер, жақсы қасиеттерді алу үшін жаңа балабақшамызда әсем әндер мен күйлерді қоямыз, қазақтың патриоттық әндерін қоямыз. Асханамызда да сол нәрсе. Ол мен қатысым жоқ балаға деген мәселе бізде жұмыс істемейді. Бізде охранадан бастап балаларымыз еркін болу үшін әдемілеп сәлемдесіп, мейірімді болу үшін құшақтасып, осылай жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Енді бұл Шабандоз бағдарламасын бізге республикалық конференцияда да көрсеткен болатынбыз. Сол кезде бізде Астанадағы әріптестеріміз неге бұны республикаға шығармасқа, неге сіздер балабақшаларыңызда тығып отырсыздар деп ұсынған болады. Неге сіздердің балдарыңыз ғана патриот, дені сау болу керек па, бұны шығарыңыздар Қазақстан бойынша деп шығарғанбыз. Бізде балабақшаларда қызығып алды, тапсырыс беріп. Бірақ көбісі мен сол алған әріптестеріме барып көріп жатырмын жұмыстарын. Өте бір нәтижелі деп айта алмаймын. Себебі бұл нәрсені кішкене зерттеп, журналына қарап, солай сабақты ұштастырып прям бермесе, ол жаңа әшейін атта кәшенген болып қалып кетеді да. Ол деген нәрсе ол нәтижесін бермей қалады ол кезде. Сұрақтарыңыз болса, рахмет. Рахмет, Айгүл Бабабекқызы. Енді бізде ашық микрофон кезеңі деп жариялайық. Қатысушыларымыз барлық спикерлерге кезегімен сұрақтарын қоя берсе болады. Әріптестер, сөз кезегі сіздерде. Бірінші сұрақтарымызды бір талқылап алсақ, содан соң бізде осында дайындалып келген әріптестеріміз бар. Сол кісілердің де бір-екі ауыз сөздерін тыңдасақ жақсы болар еді. Сұрақтарыңыз болса, кімнен бастаймыз? Майнұр ханым, сізді көріп отырмын, сізге сөз кезегін бергім келіп отыр. Алматылық әріптесіміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі семинарға қатысқаныма қуаныштымын. Өте қызықты екен. Жазғы сауықтыру шараларының арасында бізде балаларға осындай ұйымдастырсақ деп ойда болдым. Сол себептен де қатыстым семинарға. Енді бұйырса осы мені іске жүргіземін деп ойлаймын. Жазғы сауықтыруда балаларға арасында кішкене жаттығуға өте керемет.
Рахмет, сізге сұрақтарыңыз бар ма басқа қоятын? Біздің спикерлерге сұрақ жоқ, иә? Жақсы, ары қарай Тамара Өтегеновна, бір-екі ауыз сөз айтасыз ба? Иә, Сұрақтарыңыз бар ма? иә, әрине айтам. Сәлеметсіздер ме бәріңізге де? Саламатсыз ба? Өте жақсы, қызықты семинар болып жатыр екен. Мен үшін біздің колледжде әрине студенттерге сабақ бергесін осындай семинар керек. Көп жаңалық өзім алып отырмын. Ертең сабақтың үстінде студенттерге жеткізем, айтам. Әрине, әсіресе қазір біздерде 3-ші курстың студенттері жазғы машыққа шығайын деп жатыр. Уже шықты да, 1 маусымнан шықты. Сонда осындай жазғы орманның қандай шаралар ұйымдастыруға болады екен, соны нақты көрдік, байқадық. Әрине, әрбір шекарасы, мысалы, Семей облысы дейміз, Алматы облысы, сіздердің табиғи материалдарыңыз бәрімізде ортақ болса да, бірақ та ерекшеліктері де бар. Сондықтан тағы да кеше біздер көктем мезгілінде айтамыз ғой, тополиный пух. Соны қыздарға алдын ала жинатқызып, енді жазғы машықта. Ол мезгілдегі не ғой? Табиғи материал. Тек қана осы мезгілде болады, сосын болмайды. Соны жинап алып, балдарға соны әртүрлі жазғы айында өткізуге болады деп, сондай тапсырмаларды бердім. Олар енді сосын қыркүйек айында келгенде сонда айтады ғой, нәтижелерін көрсетеді. Әрине, көп нәрселер бар, әсіресе мына жаңғақтары әртүрлі. Жаңғақ, грек жаңғағы бар, қарағайлардың шишкалары да, шыршалардың, лиственницы дейміз, олардың көлемдері әртүрлі, түстері де басқаша. Әсіресе математикамен байланыстыруға тікелей материалдар ғой, табиғи материалдар. Соны балдарға ұстап сезу деген ұсақ моторика дамытуға өте керек нәрселер. Әрине, әсіресе менде қазір кейбір топтар практикада жүргесін, әдістерге де айтам, жазғы орманда міндет түрінде болу керек. Әрине, жоба өте жақсы, керемет. Өзім кеше қашан біздерде қатыстық қой семинарға, соны өзім көріп байқадым. Керек нәрсе екен. Әсіресе ата-аналар бос уақытына балдармен не істеуге болады екен, соны білмей отырады ғой. Мына демалыс күнде тек қана паркқа бару емес, осындай нелер болса, үйірме сияқты ма, балабақшалар сондай қосымша жасаса, әрине, бір жағынан балабақшада да жақсы. Ол плюс қой. Екіншіден, ата-аналармен тығыз байланыстыруға да демалыс уақытында ұйымдастыруға болады. Әрине, енді ол ақысы қалай болатын өздері байқайды ғой. Но бірақ керек нәрсе. Соны айтқым келеді. Рахмет. Тамара Өтегеновна, бізде Орал қаласынан. Рахмет, бұнда әріптестер танитын да болар. Педагогикалық студенттерді оқытады, осында үйренген барлығын студенттер біледі. Сол үшін Орал қаласының негіз Батыс Қазақстанда мамандары өте мықты. Және мынау Ресеймен шекаралас болғандықтан, ол жақтан да көп технологиялар, көп әдістерді алып отырады. Орал қаласы, Батыс Қазақстан өте мықты. Рахмет сізге көп-көп. Сәттілік бәріңізге. Рахмет. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда сөз кезегін Нигора ханымға берсек деп едік, Ергешбаевна. Бұл кісі бізде Түркістан облысы Сауран ауданынан өзінің жасаған осы жазғы кезеңдегі жұмыстарымен де бөліскім келеді деген. Енді сол кісінің видеосын қосып көрсеге. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің даусым шығып тұр ма? Даусыңыз шығып тұр. Видео көрініп тұр ма? Сіздерге? Иә, видео көрініп тұр.
Балабақшада жазғы сауықтыру жұмыстарына асық ойындарын қосу балалардың денсаулығын нығайтып ұлттық құндылықтарды сіңіруге өте жақсы мүмкіндік береді. Бұл ойындар балалардың моторикасын, дәлділігін, ептілігін Сіздің даусыңыз естілмей қалды, тоқтап қалды. Сіздің даусыңыз естіліп жатқан жоқ. Сіздерге естіліп тұр ма, басқа кісілер, қатысушылар? Жоқ, естіліп тұрған жоқ, ол кісіге кажется загрузка Дауысы жоқ. Дауысы жоқ. Көруін көріп отырмыз. Иә. Біз айтқан болатынбыз, егер де жаңағы әріптестер өз ашық микрофон кезінде өзінің де жұмыстарымен бөліссе болады деп. Соған осы кісі видеосын өзін дайындаған екен, мына асықпен ойындарды. Өздеріңіз көріп отырғандай, асықпен көптеген көрнекіліктер, құралдар жасап, ойындар ойнап жатыр екен. Негізі Түркістан облысы Сауран ауданы деген ауылды жерде ғой, енді былайша айтқанда. Ауылды жерде болса да, осындай жұмыстарды жақсы жүргізеді. Бұл балабақша біздің орталықтың ұйымдастырып жатқан бүкіл семинарлары болсын, конференциялары болсын, барлығына қатысады. Қызылорда болса Қызылордада жүреді, Астана болса Астанада жүріп, барлық көрген білгендерін, үйренгендерін өздері жүзеге асырып отыр екен. Мен үзіліп қалдым. Бақыт қыз ханым, апай, кешіріңіз, үзіліп қалдық біз. Бізде сет сондай шығып тұр. Осы жерде біз асық моторикасын балабақшамыз қолға алған, үнемі пайдаланып жүреміз. Енді міне алдағы уақытта да оны жазғы сауықтыру іс-шараларына да қосамыз. Сосын бір айта кетерім, тек балалар емес, ата-аналар да бұл жаңа жұмыстарға тартылған. Ата-аналар асық алып келуге, бұл жерде асықтар тек сүйек асық емес, гипстан жасалған асықтар, соларды жасауға да ата-аналар тартылған, өз еңбектерімен біздің алдымызда жүріп бізге көмектеседі. Сіздің микрофоныңыз өшіп қалды. Бақытгүл ханым, микрофоныңыз өшіп қалды. Сіздің видеоңызды сіз жоқ кезде біз көріп алдық. Айтып жатырмын сіздер туралы, біздің бүкіл конференция, семинарларға қатысып жүреді деп, өздерін көргендерін ендіріп жатыр. Тура сол сияқты осында отырған кісілердің көпшілігі біздің семинарлардан ешқайсынан қалмайтын, өзіміз сияқты өзінің жұмысының жанкүйер әріптестер екені белгілі. Енді басқа қатысушыларымыз, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, сұрақ жоқ болса, онда уақытты сұраққа мен бүгінгі семинарымызды аяқтасақ. Байланысты кейіннен қайталауын көріп жасайтын әріптестеріміз болса, WhatsApp арқылы жазып жіберуге болады. Сұрақтар болса, тағы да Айгүл Бабабекқызының, Жадыра Қайсанқызы, Мақсат Есенбекұлының телефон номерлерін чатқа тастайтын боламын. Бесемше, шабандоз алу бойынша, орманда ойын бойынша тағы да қосымша сұрақтар болса, жеке спикерлерге жазуға болады. Рұқсат па, Айгүл Бабабекқызы, Мақсат Есенбекұлы, телефон номерлеріңізді бере берсем? Жадыра Қайсанқызы. Рұқсат па, номерлеріңізді бере берсем? Иә, әрине рұқсат. Бақытгүл Саматовна, мен кешірім сұраймын, бізде кішкене қазір жазғы уақыт болған соң ремонтымыз басталып кеткен еді балабақшада. Сонымен кабинетіміздің барлығын көшіріп сөйтіп тастаған, біз біраз бардап болып жатыр да, содан кешірім сұраймын. Бір-екі ауыз өз пікірімді айтып кетсем деп едім. Иә, айтыңыз, тыңдап тұрмын. Біз мен айтып жатырмын ғой, Семей қаласынан деп балабақшаны 2023 жылы аштық. Біз кәдімгі жаңағы стандарттық балабақша болғаннан кейін белгілі бір стандартпен ғана жұмыс жасадық. Жаспыз әлі, көп нәрсені білген жоқпыз деген сияқты, бірақ Бақытгүл Саматқызына үлкен рахметімді айтам. Мен 2024 жылғы ақпан айында сол семинарға барып, сол жерде шыны керек көзім ашылып, балабақша деген тек қана бір бағытта ғана жұмыс жасамай,
ол жан жақты болу керек дегенге көзім жетті. Сол кездерде қателеспесем, шабандоз технологиясын мен естідім. 2023 жылы ғой деймін. Инстаграмнан іздей бастадым. Айгүл ханым, сіздердің садиктарыңызды. Бірақ таппадым. Бірақ мен ойымда болды. Негізі ұлдарға бір шабандоз технологиясы, ұлдарға, қыз балаларға кестелі жол деген сондай бір үйірмелер ашса ғой деп өзім ойлап жүретін. Бірақ ол кезде білмейтінмін мен сіздерді. Содан бір күні бір онлайн семинарда осылай сіздерді қателеспесем үлкен телеканалға шықтыңыздар сіздер. Сол телеканалда мен көріп қалдым да сіздерді. Андай бір ой болды, даже бұл уже бар технология екен ғой, неге білмеске, көрмеске деп сөйтіп жүріп өзі ана оқу процесінде болдым. Екінші балабақшамыз ашылды. Шыны керек бір методика жағынан әлсіреп қалдым да. Енді қазір міне қолға алып жатырмын. Сондықтан сізбен танысқаныма өте қуанышты болып отырмын. Міне ағай отыр, иә, Мақсат аға. Өткенде біз Шымкент қаласында семинарда болғанда Бақытгүл Саматқызы, міне 5-ші деген ойын бар деп дәп жолға жиналып жатқанбыз аэропортқа. 5-10 минут қана ойнай кетіп, сол кезде мен түсіндім. Негізі бізде өзіміздің қазақтың сондай бір технологиялар көп, біз просто оны өзіміз дамыта алмай жатыр екенбіз ғой деген ой келді де. Сондықтан Бақытгүл Саматқызы, бүгінгі семинар үшін сізге үлкен рахмет. Негізі саннан сапа маңызды деп айтады ғой. Міне 3 қана спикер болса да, сондай бір мағыналы, әдемі бір 2 сағаттың қалай өткенін білмей қалдық. Шыны керек, саннан сапа маңызды болып, сондай бір сапалы болды мен үшін. Енді басқа әріптестер үшін жауап бере алмаймын, бірақ өзім қатты қуанып отырмын соған. Сондықтан барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Болашақта бірге жұмыс жасайық әріптестер, бөлісейік бір-бірімізбен. Жаңа айтып кеткендей, барлығымыз бір қазақтың баласын тәрбиелеп жатқаннан кейін, сондықтан мен ойлаймын бір жақсы жобаларды бірге бір ұйымдастыруға сіздерге ұсыныс жасағым келеді. Рахмет үлкен. Рахмет сізге де. Рахмет, Жадыра Қайсанқызы. Иә, бұйыртса жақсы іс-шараларды бірге жоспарлаймыз. Жаңа Мақсат Есенбекұлы да айтып жатыр, күзге жақын осы Шымкентте болады дегендей қылып айтты. Бізде сол осы күзде Шымкент, Түркістан қылып 2 қалада бір семинар өткізсек деп ойлап отырмыз, жоспарлап отырмыз. Оқу жылы бастала берсін. Біздің Инстаграм парақшадан қарап отырыңыздар. Ақпараттың барлығын сонда саламыз. Қалмаңыздар, қапа қалмаңыздар. Барлықтарыңызға бүгінгі семинарға қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Балабақша демалмайды, жазда да жұмыс жасай береді. Бірақ жазда жұмыс жасап жатырмын деп қиналмай, керісінше балалармен бірге ойындар ойнап, әртүрлі жаңа ойындарды ендіріп, өздеріңіз де ойнап, балаларды да ойнап, жақсы көңілді күндеріңізді өткізе беріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Осымен аяқталды семинарымыз. Рахмет әріптестер, сау болыңыздар.